Қайырлы күн. Арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі талдайтын мәтініміз дау тақырыбындағы мәтін. Алдымен мәтіннің сұрақтарымен танысып алайық. Бірінші сұрақ. Мәтіннің мазмұны бойынша семиотикалық таңба түстерді білдіретін түстер нені білдіреді? Екінші сұрақ. Дауды шешуде не басшылыққа алынған? Үшінші. Айыпкер қалай жазаланған? Төртінші. Мәтінге қатысты тұжырымдар. Бесінші. Дауды шешу кімдерге жүктелген? Енді осы сауалдарға жауап беру үшін біз мәтіннің мазмұнымен танысып аламыз. Мәтін дау деп аталады. Видеоны тоқтатып қойып, мәтіннің мазмұнымен танысып шығыңыздар. Мәтіннің мазмұнымен танысып болсақ, енді осы мәтіннің мазмұнына сүйене отырып, сұрақтарға жауап береміз. Бірінші сұрақ. Мәтін мазмұны бойынша семиотикалық таңба түстері нені білдіреді? Мына үзіндіге назар аударайық. Дауда шешендік, тапқырлық, қарсы жақтың осал жақтарын дәл басатын біліктілік керек. Дауға төбе би төрелік айтады. Төбе бидің шешіміне даугерлер де тоқтауға тиіс. Ертеректе шешімі қиын даумен би алдына жүгініске барған кісілер ақ пен қара қылдан ескен жіпті ала барған. Егер дауласқан екі жақта би шешіміне тоқтаса, билік айтушы айттым бітті, кестім үзілді деп даудың шешілгенін білдіреді де жіпті қақ ортасынан қияды. Бұл билік айтқан адамның ақ пен қараны ажыратып, қара қылды қақ жарған әділдігін білдіретін семиотикалық таңба. Дау дұрыс шешім тапқан жағдайда айыпкер жасаған қылмысының көлеміне қарай ат-тон айыбын төлеп құтылған. Демек, ақ пен қараны ажыратып, ақ деп отырғанымыз шындық, қара деп отырғанымыз жала. Демек, бұнда таңба түстері ақ пен қара деген бұл шындық пен жаланы білдіреді екен. Демек, бірінші сұрақтың жауабы шындық пен жала. Таңбадағы түстер бұл шындық, ақ деген шындықты білдіреді, ал қара жала деген мағынаны білдіреді екен. Дауды шешуде не басшылыққа алынған? Дауды шешуде қазақтың тұрмысында, әлеуметтік өмірінде үлкен дау жанжал көбінесе жерге, жесірге, малға, құнға қатысты болған. Дауласушылардың куәгерлердің қатысуымен өтетін дәстүрлі билер жиынында негізінен байырғы ортаның дау мұраты бітім қағидасы бойынша екі тарапты татуластыру, бәтуәлі бітімге шақыру мақсаты көзделген. Яғни, қазақ қоғамында құқықтық принциптің негізгі принципі басшылыққа алынған. Қазақ қоғамындағы құқықтық мәдениеттің негізгі принципі басшылыққа алынған. Дауды шешудегі басшылыққа алынған мәселе бұл құқықтық мәдениеттің негізгі принципі. В нұсқасында тұр екен. Келесі сұрақ. Айыпкер қалай жазаланған? Дау дұрыс шешімін тапқан жағдайда айыпкер жасаған қылмысының көлеміне қарай ат-тон айыбын төлеп құтылған. Қазақы ортада ру немесе тайпа арасындағы талас тартысты, туыстық рулық қатынастардың шежірелік жолға негізделген іргелі принциптер мен нормалар арқылы шешіп отырды. Алайда
Мұндайда алдыңа келсе атаңның құнын кеш деген мақалға негізделген принципке жүгінген. Яғни айыпкер қалай жазыланған дегенде, айыпкер өзінің қылмысының көлеміне қарай ат тон айыбын төлеп құтылған. Демек, қылмысына қарай айыбын төлеген. Мәтінге қатысты тұжырымдар. Мына жерде 3 тұжырым берілген. Бірінші тұжырым: төрелік айтушы адамға қажет біліктілер, шешендік пен тапқырлық. Бұл мәтінде айтылған ба, қазір іздейміз. Қазақтың тұрмысында дау жанжал жерге, жесірге, малға, құнға қатысты болған. Айтылған ба, қазір қараймыз. Үшінші: жеті жарғы жинағында дауды шешу батырларға жүктелген дейді. Бұл тұжырымды да қазір мәтіннен қараймыз. Мәтінге қатысты тұжырымдарға келетін болсақ, алдымен бірінші: төрелік айтушы адамға қажет біліктіліктер, шешендік пен тапқырлық дегенге тоқталайық. Дауда шешендік қажет, тапқырлық қажет. Және қарсы жақтың осал жақтарын білетін біліктілік керек. Демек, төрелік айтушы адамға қажет біліктілер, шешендік, тапқырлық. Мына жерде міне айтылған екен. Демек, бұл мәтінге қатысты тұжырымға жатады. Қазақтың тұрмысында дау жанжал жерге, жесірге, малға, құнға қатысты болған. Қазақтың тұрмысында, әлеуметтік өмірінде үлкен дау жанжал көбінесе жерге, жесірге, малға, құнға қатысты болған. Демек, бұл да мәтінде айтылған екен. Бұл да мәтінге қатысты тұжырымға жатады. Енді үшінші: жеті жарғы жинағында дауды шешу батырларға жүктелген. Ол туралы бізде мәтінде ешқандай мәліметтер айтылмаған. Жеті жарғыда дауды шешу батырларға жүктелген деген бізде мәліметтер жоқ. Жалпы дауды шешу бұл ру басы ақсақалдарына жүктелген екен, батырларға емес. Дауды шешу бұл ру басы ақсақалдарына жүктелген. Ол да мәтінде айтылған. Қазір демек, батырларға емес, бұл жерде ру басы ақсақалдарына жүктелген деген мәтінде айтылған. Қазір көреміз. Ақсақалдарға жүктелген. Мына жерде айтылған рудың дауды шешу бұл ақсақалдарға, негізінде ру басы ақсақалдарына жүктелген екен. Демек, мәтінде мына тұжырым бізде жоқ деген қорытындыға келеміз. Мына жерде дауды шешу батырларға емес, бұл туралы ештеңе түкте айтылмаған. Мәтінде жеті жарғы туралы ешқандай мәлімет берілмеген. Сондықтан біз бірінші және екінші нұсқаларды белгілейміз. Мәтінге қатысты тұжырым бірінші және екінші тұжырымдар. Келесі: дауды шешу кімдерге жүктелген? Міне, дауды шешу бұл бізде жеті жарғы жинағында жаңа дауды шешу бұл ақсақалдарға жүктелген. Ру басы ақсақалдарына жүктелген. Жеті жарғы жинағында. Демек, В нұсқасы екен. Жаңа батырларға емес, ру басы мен ақсақалдарға жүктелген. Демек, біз барлық сұрақтардың жауабын таптық. Мәтіннің негізіне мазмұнына сүйене отырып талдадық. Назарларыңызға рахмет. Менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.